Баршаңызға қайырлы күн. Мен Гүлфайрус. Сіздермен бүгін сгущенка қосылған пончик пісіретін боламыз. Видеоны қарамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдымен бізге сгущенка және ұн, қопсытқыш, жұмыртқа керек. Сгущенканы жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне жұмыртқаны жарамыз. Екеуін араластырып аламыз. Кейін ұн мен қопсытқышты араластырып, екеуін міндетті түрде електен өткізіп аламыз. Ұнды біртіндеп салып, араластыра бастаймыз. Ұнымыздың барлығын салып болғаннан кейін, жаймен қатты күшке салмай, қамыр илей бастаймыз. Қамырымызды пищевой пленкаға орап, 30-40 минуттай күтеміз. Бізде қамырлар 30-40 минуттай тұрды, енді оларды жайып бастаймыз. Дөңгелек етіп кесіп аламыз, ішін насатканың көмегімен кесіп аламыз. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша дөңгелек, бауырсақ секілді істеуге де болады, немесе 4 бұрышты қылуға да болады, өз қалауларыңыз бойынша. Табамызға майды құйып, алдын ала қыздырып алып, пончиктерімізді пісіріп аламыз. Пончиктеріміз қызара бастағанда екінші жағына аударып, құрғақ салфетканың үстіне қоямыз. Осылай қалған қамырды да пісіріп алсаңыз болады. Міне достар, бізде сгущенка қосылған пончиктеріміз дайын болды. Өте жұмсақ және де дәмді болып шықты. Бетіне өзіңіздің фантазияңызға байланысты түрлі шоколад немесе посыпкалармен сәндеуге болады. Менің инстаграм парақшам экранда жазылып тұр. Егер де пайдалы ақпараттарды білгілеріңіз келсе, менің инстаграм парақшама тіркеліп қойсаңыздар болады. Рахмет, сау болыңыздар.